Сәлеметсіздер достар. Бүгін міне Xiaomi компаниясының Poco 3 модельді смартфонын ашамыз. Көріп отырғандай Qualcomm компаниясының Snapdragon 662 болу керек процессор қолданылған. Мына жерде 4 гигабайт оперативный память және 128 гигабайт тұрақты қабілеті. Енді бұл өзінің бағасында Қазақстан үшін қазіргі таңда, яғни 12 маусымда 80 мың теңге тұратын телефондардың бірі. Бұл телефондар көп жағдайда орта қалыпты жағдайдағы адамдардың алатын телефон болып саналады. Себебі бұның қолдану мүмкіндігімен 4G және басқа да радио толқындарды ұстау мүмкіндігі бар. 2 сим карталық 6000 мАч, ол 3.7 вольтпен санаған кезде 5 вольтпен санайтын болса одан азырақ, дегенмен уақытта бір зарядтағаннан кейін ұзаққа жетеді. Көріп отқандай ішінде қағаз бар. Мына қағаздың ішінде симка салатын, слотқа ашатын стикері бар. Мынау соның қобдишасы, яғни телефонның өзінің ешқандай қосымша тағы да барып сатып алудың қажеті жоқ. Бұл осы күнде өте үлкен бонус. Xiaomi компаниясының беретін, яғни әркім әртүрлі айтады. Xiaomi дейді, Xiaomi дейді, тағы басқа дейді. Қытайша қателеспесем Xiaomi деп аталады. Міне ішіндегі ешқандай жазу бар екен, көрініп тұрған шығар. 5 вольт 3 ампер, яғни 15 ватт, 20 ватт, 22,5 ваттқа дейін. Оның ішінде қалдыра саламыз, әзірге бұл бізге қажет емес. Міне телефонды ашамыз. Және міне біздің бірінші мынау біріншіден саусақтың ізімен жұмыс жасайды және осы қосатын батырма болып табылады. Дыбыс шығаратын батырмасы бар. Түсі осындай түсті. Енді қалай көк деп айтсақ болады. Сарысы да қызық көрінеді, қарасы да жақсы көрінеді. Енді қарасы көп жағдайда классика деп саналады. Ал сарысы жарқын көрінетін адамдарға өте керемет таңдаулардың бірі десек те болады. Міне қазіргі таңда біз Altel компаниясының 4G қолданатын сим картасын саламыз. Ол міне бұл жердегі сим карта микро сим карта. Міне сим карта салатын слоты басамыз. Көріп отқандайыңыздай 3 слот, яғни ешқандай гибрид емес. Аламыз да өзіміздің сим картамызды салып, сала саламыз. Әрине бұл бізден өзінің баптауларын сұрайды. Телефон істеп тұр, бетінде пленкасы бар, көрінеді, көрінбейді. MIUI 12 қораптан шыққаннан осындай болып шығады. Яғни Қазақстан деген мемлекетті таңдаймыз. Ішінде 55%. Мына жерде бізде лицензиялық келісімімізді сұрайды. Енді мына жерде біздің Wi-Fi-мыздың жасырын құпия сөзін сұрайды. Қосылдық, одан ары қарай тағы да келесі баптауларды сұрайды. Жалпы алғашқы сезім бойынша ондай бір қатты арзан телефондардың бірі деп айта алмаймын. Себебі қосылуы және теңшелердің жүруі жылдам телефондарға ұқсайды. Samsung-ның A бренд телефондарына, A серияларына қатты сәйкес келеді. Борты жақсы жасалған чехолдың, қобдишасының түсі де керемет. Мен алдында ойлаған сары түсті бір қызық көрінетін шығар деп, мына түстің өзі керемет көрінеді екен. Чехолы аржақ бер жағы көрініп тұрғаннан кейін өзіндік бір керемет несі бар. Мына жерде көрініп тұрғандай, міне порттың көрініп тұрғандай биік орналасқан. Мына жерде пленканың жабыстырылғаны көрініп тұр. Алғашқы теңшеулері кішкене
ұзақ жүргенімен де жалпы шыдауға болады. Өйткені бұл біз басқа телефонға көшірмейміз. Сол себепті келесі бетке өте береміз. Ал мына жерге өзіміздің аккаунтымызды жазып кіре берейік. Қабылдадық барлығын. Телефон 200 граммға жуық болар, салмағы өлшесінде. Шамамен көлем. Телефон жақсы, орта осы санаттағы бағадағы жақсы телефондардың бірі. Назарларыңызға рахмет. Егер осы телефонды алып жатсаңыздар, пікірлеріңізбен бөлісіңіздер, лайктарыңызды басыңыздар, немесе өздерінің пікірлеріңізді жазыңыздар. Қандай да кемшілігі немесе артықшылығы бар екені. Сіздермен бірге болған Асхат және Нұрбек. Және мына жерде тағы да қосымша теңшеулер бар екен. Мен сол теңшеулерді қоса айта кетейін. Настройки деген жеріне кіргенде подключение общий доступ деген несі бар. Частный DNS сервер дегенге кіріп, осы жерге имя хоста провайдері дегенге DNS.adguard, яғни қорғаныс деген мағына білдіреді. .com дегенді жазып сохранить болсақ, бізде болашақта қосымша жарнамалар шықпайды. Мәселен, мына жерге кіріп қарайтын болсақ, осы жерлерде ашылатын жарнамалардың барлығын тізімі азая бастайды. Өйткені DNS-тің өзінің жұмыс жасау алгоритмі бар. Сол алгоритм бойынша бізге қосымша рекламалардың келетін DNS серверлерді азайттық. Осылай тікелей DNS серверді көрсеттік. Қазіргі таңда адамның не ішіп жейтін, қолданатын заттың барын білу үшін қолындағы телефонға қандай сұраулар түседі, сонда өңдеп өзіне жарнаманы сатуға болатын көптеген компаниялар бар. Табысты тауып жатыр, және соның арқасында телефон арзанып жатыр. Мына Poco M3 моделінде мынау теңшеулер ашық тұр екен. Одан да арзан модельдерінде бұл жауып болады. Яғни мен частный DNS сервер деген жазу болмайды. Жылдамдығы бойынша жақсы. Видеоға түсіруі оның барын артынан көрсетеміз. Қазір бізден доступ сұрап тұр. Және өзіне тег жазу үшін біздің қай жерде орналасқанымызды көрсететін тегтерді көрсетіп тұр. Жалпы HDR-ді қосып қояды. Өйткені HDR-ді қосатын болсақ, кішкене алгоритмдер жақсы болып тұр. Осындай қосымша ақпараттар. Телефон жақсы, мына жерде шығып отыратын хабарландыруларды да азайтуға болады. Мен өзім азайтып қоямын. Оның барлығын келесі модельдерде немесе келесі түсірімде ол жайында тағы толығырақ қосымша ақпараттар бөлісе отырармын. Өйткені бұл менің алғашқы түсірімдердің бірі. Осы түсірімнің өзін бір бағалап қойсаңыздар, өйткені әрбір бөлісіп немесе көргеннің өзі және соны бағалаған адамды келесі бейне материалдарды, бейне көріністерді түсіруге үлкен құштарлық ашады. Осындай бір ақпарат, осы ақпараттармен сіздермен бөліскім келіп, осы бейнені түсірдім. Рахмет сіздерге.